Сәлем достар, келесі выпускқа қош келдіңіздер дейін ба? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер деп бастайын ба? Жалғастырайық бұл жерде. Мен басында бір нәрсе айта кетейінші, сіздерге рахмет айтқым келеді. Күшті. Сіз осылай пікір жазғаныңыздан, комментарий жазғаныңыздан мен керемет бір шабыт аламын бар ғой. Осылай жалғастырған кезде көңіл күймен, енді байқайсыздар ғой, көңіл күй болмаған кезде адам сразу көрінеді, өйстіп шаршап неп тұрғанына. Мен сіздер солай жазғаннан прям энергия мықталық боласың да сол жерде. И разборларды жасағың келіп тұрады, даже бір сағаттық разборлар деген сияқты. Сосын бір нәрсе айта кетейін. Менің мақсатым мына YouTube арнасын қазір жаңағы дамытам деген сияқты мақсатым емес. Менің мақсатым осы видеоларды кім көріп отыр? Сіз көріп отырсыз ғой осы видеоны. Сіз осы разборлардан уже көп нәрсе үйреніп кететіндей деген сияқты, сондай менің мақсатым. Тегін ретінде осындай разборды жасап. Курс туралы да айтпаймын мен мына жерде. Күтпеңіздер, курс туралы мына жақта мен айтпайды, ең соңында достар, енді мен сіздер шақырам. Жоқ, ондай жоқ. Просто сіздер үйреніп кететіндей деген сияқты, сол үшін мен жасап отырмын. Сіз соңына дейін көрсеңіз бұның барлығын, ойбай, көп нәрсе түсіне кетесіз. Уже көріп отырсыз ғой. Көп адамдар да жазып жатыр, мен мына жаққа енді былай скриншот жасап шығармай қояйын. Осы разборлардан уже көп нәрсе өзімді қателігімді көріп жатырмын деген сияқтылар да бар. Сен даму үшін жасап отырмын бұның барлығын. Сен дамып кетші, осы нәрселерді түсінгеннен кейін дұрыстап жасашы деген сияқты. Так, жалғастырайық. Бір момент айта салайын. Менде бірінші выпускта ана жерде не тұрды ғой, запись экраны. Соны жаңа телефонмен запись экранын жасадым. Мен қазір монтаж жасап отырмын да. Запись экранын жасап едім, не удалось сохранить видео записи экраны деп шықты. Сол себеппен мен басынан бастап бұның барлығын түсірген жоқпын. Енді осылай болады енді. Білмеймін неге ондай запись экранын өзін істеп қойған жоқ. Осылай көреміз бұл выпускта. Келесі выпускта сондай болмау үшін бірдеме іздеп қарап көремін. Біз соңғы видеомыз бізде айланы болды. Он туралы айттым, керемет екен. Келесі видеоға бісміллә деп өте берейік. Так, бәрі көрініп тұр ма мына жерде? Все. Қалай қарапайым PowerPoint-пен креативті трендтегі презентацияны жасауға болады? Не мынау? Мен қайып берген Жадыра презентация жасауда 1 жылдық опыты бар маманмын. Так, Жадыра презентация бойынша жасайтын маманы. Окей, бірақ басында көріп отырмыз уже. Ешқандай бір жаңағы назар аудартатын нәрсе жоқ. Қай аудитория? Мен Жадыраға, кстати, жазғанмын, мен сұрағанмын. Ол мұғалімдерде көп осындай презентация бойынша сұрайды екен, сұраныста бар екен осындай курстар, соларға арналған екен. Опытымен бөлісетін, презентацияны сынумен үйрететін жаңа курс дайындап қойдым. Бұл курстан қазіргі Жадыра, сразу, қараңызшы, басын көрейікші қазір. Қалай қарапайым PowerPoint-пен Жадыра, 50% Жадыра және барлықтарыңыз. 50% адамдар, мен көп айта бермейінші осы нәрсені, 50% адамдар, көрермен не, 1000 адам көреді ме сіздің видеоңызды, 500-і дыбысын қоспай көреді. Дыбысын қоспай мынаны көрсек, то есть 50%, мынаны көрсек, не болып жатқанын кім біледі? Әрине бұндайда видеода қаралым жинамайды. Себеппен өтіп кетеді бұл видеодан. Білмейді, түсінбейді не болып жатқанын. Алып тастайықшы қазір. Алып тастайықшы звугын қазір. Алып тастайық, көрейік не болып жатыр. Ой, елки-палки. Шығып кеттік. Техникалық үзіліс болайын деп тұр. Қазір мен өтіп кетейін маған. Так, кім күтіп тұр, если что, көріп болыңыздар, сіздің видеоларыңызда бар мына жерде. Так, қайда бізде? Қайда, міне. Так, дыбысы жоқ. Не болып жатыр? Қайтыран, міне. Не болып жатыр? Тақырып текст дейді де, түсінбей жатырмыз не болып жатқанын. Сол себеппен сіз 50%-ға просто сау бол деп отырсыз. Все, сау болыңдар, қарамай қойыңдар деп отырмыз да. Енді бұндай видео көп қаралым жинау үшін сторител, әрине сторител керек, немесе біз жеткізу керек. Біз неге мұғалімдер осындай бір презентацияны жасап үйрену керек? Оларға не көмек береді деген сияқты. Және көп осындай видеолар жасау керек, себебі біз Инстаграмға алгоритмде жеткізу керекпіз. Мына видеоларымыз мұғалімдерге арналған деген сияқты. Менде бір күшті разборға да бір адам консультацияға жазылған. Ол да осындай мұғалімдерге анандай нәрселерді үйретеді, принтермен жұмыс істеу деген сияқты, сондай бір күшті шығарып еді видеоны. Принтермен осындай бір фишкасын үйретті. Тоже мұғалімдерге арналған, страшно көп қаралым жинады, себебі принтер енді
көп адамдар оймен пайдаланады, и мұғалімдер де соған да тіркеле бастады. Бірақ ол бірінші видеосы болған жоқ. Ол сондай 20-30 видео салып тастады да, сосын алгоритмді өйстіп іздеп мұғалімдерге керек деп, көбінесе мұғалімдерге көрсете бастады. Сол да маңызды. Парақша вообще не болып жатыр мына жақта? Қайып берген жадыра ютубер, презентация PowerPoint. Ютубер, презентация PowerPoint. Представляете, мен мұғаліммін, мен кіріп тұрмын да мына жерге. Ары қарай оқиықшы. Презентация жасауға тапсырыс беру үшін жоқ. Бұндай емес. Біз жеткізу керек, біз конкретно мына жерде біз ютуберсіз ба, презентация PowerPoint. Сондай, получается, YouTube бойынша да видеолар бар ма не? СММ маманын бірге жұмыс жасаған күшті екен. Так. YouTube не үшін ақша төлейді? Қарапайым жадыра, шатастырып жатырмыз, біз Инстаграмды шатастырып жатырмыз. YouTube бойынша ақша төлеу бойынша соны салып жатсақ, сосын біз мұғалімдерге нені салып жатсақ, жаңағы презентация, дәл мұғалімдерге деп айтпай, просто салып жатсақ, сосын тағы не салып жатырмыз? Менде педагогтарға арналған тегіс сабақ, хорошо, педагогтарға арналған тағы не бар? YouTubeға видео жүктеген кезде Опять YouTube'пен енді жақын нәрсе емес те ол. Хотя бы сіз бар ғой, вот Инстаграмды жүргізу және YouTube'ды жүргізу үйретемін десеңіз, кішкене қасында жүрген нәрселер. А мынау YouTube'ды үйретемін, а еще презентация үйретемін, а еще гитарамен ойнау үйретемін, а еще тағы да келін блогқа үйретемін деген сияқты. Сондай нәрселер. Еще торт жасаймын мен. Кішкене торт жасаймын, сонда сала беремін. Шатасып кетеді. Аудитория шатасады. Ол мен алдында алгоритм шатасады да, білмейді не салып, не жасайды екен. Сол жағынан анықтаңыз, сіз ана видео разбор сізге керек емес. Дұрыстап бір мақсат қойыңыз, осы парақшамда мен мынаны үйретемін, осыны жасаймын деген сияқты. Солай болсын. Шатастырмаңыз өзіңізді де, аудиторияны да, жоқ өзіңіз емес, аудиторияны да және алгоритм шатастырмаңыз. Ары қарай кеттік. Мынау не? Не мынау? Мебель бизнесіне бір айға таргетке $300 салып, оборотын 1 миллионнан 4 миллион көтердім. Анау ақша енді, неге ұқсайды? Казинода өтірік отзывтарды көрсетіп жатады ғой. Өтірік отзыв жасап, сол жақта ақшаны көрсетіп, бір скриншоттан Google'дан ала салады ғой. Мынандай нәрсе болып тұр мынау. Осымен назар аударып тұрмыз ба бұл жерде? маған мебель шығып бірдеме сөйлеп жатырмыз бұл жерде. Так, стоп. Жарайды. Маған мебельмен айналысатын кәсіпкер жазды. Еме ол кісімен созвон арқылы сөйлесіп, Инстаграмнан аудит жасадым. Осы жерде айта кетейін дегенім, таргетолог ол сіздің продажаңызды жасайтын маман емес, қызметкер емес. Ол сізге продажа жасайтын, клиентті алып келетін маман. Так, аудит жасадым, сосын осыны айтайын дегенмін. Таргетолог ол сізге продажа әкелетін адам емес, ол сізге жаңағы клиент әкелетін адам деп отырмыз, иә? А еще басында, айдана. Жарайды, хорошо, жақсы жағынан, иә? Бастадыңыз, түсіріп жатырсыз, керемет, күшті. Басқалар жаңағы түсірмейді, ұялып жүр, түсірем деген сияқты, солардан жеңіп кеттік, хорошо. Бірақ оларды жеңіп кеткеннен кейін келесі этапқа келесіз, енді назар аудартып, контент жоспарын құрып, дұрыстап контент жасау керек бұл жерде. Мынау не? Жарты сағат тұр басында осыны көрсетіп тұрмыз ба, жарты сағат. Лучше сіз бастаң, мына жерден бастаңыз. Батырмаға аккуратно басу керек. Лучше сіз жаңағы сөйлеп жатырсыз ғой, сол жерден бастаңыз. Сөйлеп бастаңыз сол жерден. Мынау не, вообще назар аудартылмайды. Енді білім жоқ болғандықтан мынау енді бар ғой. Былай қазір жалғастырсаңыз, хотя бы бір какой-нибудь простой курс алыңызшы. Жоқ, хотя бы мына разборларды дұрыстап қазір көріңізші. Басынан бастап барлық разборларды қазір көріп шығыңызшы. Осы жерден хотя бы үйреніп қаласыз. Или хотя бы бір дешевый бір жерден там 10 мың, 20 мың теңгеге хотя бы жазыңызшы YouTube'қа. Как набирать просмотры на Reels видео деп, хотя бы соны жазып кішкене білім алыңызшы. Мынау совсем білім нөл болғандықтан біз осындай видео түсіріп отырмыз. Әрине бұл қаралым жинамайды. Вообще ары қарай не бар ішінде парақшада? Парақшада не бар? 9 видео, иә. Айдана, дұрыстап шығамыз, мәтінді жазамыз, басына назар аудартамыз, мәтініңізді дұрыстап не жеткіземін мен осы видеода деп дұрыстап ниетіңіз. Сіз таргетологсыз,
таргетке күніне 100.000 огрудка, вот таргет бойынша үйретіңіз, көрсетіңіз, пайдалы ақпараттар беріңіз, кейстарыңызды шығарыңыз. Қандай таргет бойынша сіз кімді жүргіздіңіз, сосын ода продажа осындай өсіп кетті, оған клиенттер осылай келді, сізге сол арқылы келеді. Так, понятно, да? Ұзақ болып кетті, ары қарай кеттік енді. Құрметті достар, мен өзім таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Нұрболат қызы Бақыт. Бақыт, бәріне пофиг, сіз кім екеніңіз. Сіз атақты адам болып жатсаңыз, окей. Барлықтарыңызға, барша адамға пофиг, сіз кімсіз. Басында біз ешқашан бастамаймыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім, мен өзімен бірінші таныстыра кетейін. Мен өзі кішкене қобалжып тұрмын. Мені бір жоқ таныстан бастайын. Менің есімім Елдос деп бастаған. Бітті. Все, сау бол. Бақыт, пока. Все, керек емес сіздің видеоңыз. Өткізер еді солай. Ешқашан таныстырудан бастамаймыз. 4 баланың анасымын. Ең алғаш рет осы инфобизнесті 2019 жылы. Бақыт, вот сразу айтайын баршаңызға. Біз телеарнасында сұхбат беріп отырған жоқпыз бұл жерде. Reels ол сұхбат беріп отыру деген емес. Ол сізді шақыртып осылай, ал барша адамдар күтіп отыр. Бақыт, сіз өзіңіз туралы енді айтып жіберіңізші деген сияқты мына жақта аудиторияда 1000 адам отырып естіп, наконец-то Бақыт келді, соны көреміз деп отырған жоқ ешкім. Ешкім олай отырған жоқ. Сол себеппен ешқашан олай бастамаймыз. Басында назар аударту деген нәрсе бар, содан бастау керекпіз мәселеден деген сияқты. Ары қарай тыңдайықшы. Балама декреттік демалысқа шыққан кездері әйтеуір бірдеңемен айналысуым керек деп инфобизнестің курсын онлайн алған болатын. Ол кездері бағасы жоқ, былай айтылмайды. Былай басталмайды. Вот окей, кішкене басында түсіндім, сіз декретте отырып инфобизнеске кірейін деген себебі. 2-ақ секундтың ішінде бастауға болады. Мен декретке отырып едім, осылай нетіп едім, мен инфобизнеске кірейін деп ойладым. Себебі қазіргі кезде қарап отырсам, инфобизнестегі адамдар былай қарап отырсам, машина алып отыр, квартира алып отыр. Сол саланы неужели мен де жасай алмаймын деген сияқты, мен де жасайын деп ойладым. Вот солай бастаймыз. Storytel басталу керек бұл жерде. Былай отырып, спокойно мына жақта, давайте свечка қойып қойыңыз артына, еще жаңағы грустный өлең қойып қойып, все. Саламатсыздар ма? Мен осылай, есімім осылай деген сияқты. Басталмайды олай. Ары қарай қарамаймын мен. Мына кадрлар басында керек. Осыны кіргізу керек біз. Алмаған дұрыс екеніне көзім жетті. Кез келген мамандықты жаңадан бастай деп тұрсаңыз, міндетті түрде офлайн жасап көру керек екен. Вообще видеоның мақсаты, видеоның мақсаты жеткізу, что онлайн емес, офлайн бастау керек екен. Бірақ бұл жерде де мен могу поспорить бар ғой. Жарайды, бірақ соны жеткізейін деп жатқан кезде әрине одан бастамаймыз. Опять тура жаңағы сияқты. Онлайн ба немесе офлайн дұрыс па оқу деген сияқты. Хотя бы сондай. Бірақ бұл жақта да дұрыстап ойланып көру керек. Қалай біз назарды аудартамыз. Сосын мына жер не мынау? Мынау кімге? Мынау телефонның жартысы, қараңызшы. Көріп отырсыз ба? Мынау телефонның жартысы міне. Мынау кімге? Мынау не мынау? Не жақта ештеңке жоқ. Неге өзімізді кішкене мына жаққа қоймаймыз? Жақындатыңыз видеода кішкене. Мынау кімге арналған мына пустое пространство? Хотя бы субтитр дұрыс жерде тұр. Бірақ мына шрифт оқылымды шрифт емес. Қарапайым шрифтті пайдаланыңыз. Офлайн алдым 20.000 теңгеге. 5 күн оқып сертификатын. Жоқ, Бақыт, пожалуйста, вот қарапайым кеңес. Назар аударту. Сіздің мақсатыңыз тезірек адамдардың назарын аударту. Барлықтарыңыз мақсатыңыз Инстаграм жүргізіп жатсыз ба, TikTok па, назар аударту басында. Сосын видео жүріп жатқан сайын назар аудартып тұру. Шық кетпеу үшін адамдар. Вот соны ұмытпаңыздар. Сол себеппен бұндай видеолар әрине қаралым жинамайды. Камара. Менің машинем ақ машинесі. Ақ цветіндегі машина. Так. Құрметті достар. Келесі. Так, опять, мына видео әрине қаралым жинамайды. Себебі бұл жақта вау деген нәрсе ештеме жоқ. Мынандай нәрселерді әрбір жаңағы праздничное оформление деп жазсақ, бәр жерден көре аламыз бұндай фотоларды. Даже бұдан жақсы видеолар арасында шығады. Көрсетіңіз, айтыңыз, Storytel менде жеткізіңіз, қай клиентке жасап бердіңіз, соның отзывын ішіне саламыз. Немесе бір енді жаңағы мен бірінші выпускта айтқандай, менің YouTube арнамдағы бірінші выпускта айтқанмын, мен назар аудартатын переход сияқты прикол болсын, сондай нәрселер мына жаққа қосу керек. Жай ғана просто так естіп,
музыканы қоя салып былай көрсете салу ол қаралым әкелмейді. Сіз вот қалай ойлайсыз, сіз өзіңіз жасадыңыз ғой бұл видеоны, сіз өзіңізде осындай видео шығып тұрса қаралым жинайсыз ба, қаралым көресіз ба, ол видеоны көресіз ба, тура мынаны давай Айданаға жіберейін, кімге еще Айгүлге жіберіп қояйын, күшті екен ғой деп ешкімге жібермейсіз мысалға. Сол себеппен бұл жақта қаралым жоқ. Қанша қаралым жинады? 1000 просмотр жинады хотя бы. Сандуғаш, фотозона, баннер, Алматы, Талғар. Сандуғаш, өзіңіздің фотоңызды қойыпсыз, енді түсіндіріп жатырмыз ба бірдеме. Вот, мынау әдемі, мынау әдемі. Вот, мынау әдемі. Мынау енді кішкене критический мышлениемен қарасақ, мынау әдемі. Толығымен көрсетіп отырмыз, еще әдемі жерде тұр екен. Мынау күшті. Мынау күшті. Мынаны жаңағы әйелдер өзінің жаңағы жұбайларына жібереді. Міне осындай фотозона жасайықшы деген сияқты маған кезінде айымка жіберген мысалға. Мынандай жақсы. Окей, өзімізде кішкене көрсеттік, бірақ давайте осы жерде эмоцияны да шығарайық. Айтайықшы осы жерде. Мына жерде сол видеоды шығарып айтыңызшы, міне қараңыздаршы, осындай жерде керемет оформление жасалынған. Ол оформлениені осындай мынандай бағаға да жасап көруге болады. Сізге де осындай оформление керек болып жатса, маған директке жазыңыз, мен көмектесемін, бла бла фа деген сияқты. Керемет. Басқа видеолар жақсы, мынау онша емес жіберген. Так, келесі. Дальше. Мынау не? Вот мәтінді жазған кезде, вот опять айтайын, мен қанша бұны айтамын рилстарда да, біз ақпаратты берген кезде біздің көрерменге оған өте ыңғайлы болу керек. Қабылдау ақпаратты. Ол не ыңғайлы болу? Ол бізде субтитрі қою, сонда ол сразу түсінеді не туралы айтылып жатыр. Мәтінді жазып қою, себебі ол да жаңағы оқып жатқан кезде де субтитр сияқты да болды. Музыканы қатты қоймаймыз біз сөйлеп жатқан кезде, себебі бізді тыңдау керек не айтып жатқанымызды. Чық-чық-пұчық деген нәрсені қоймаймыз, себебі ол отвлекать етпеу керек ондай нәрселерге, раздражать етпеу керек мысалға. Мына жерге біз не үшін бұның барлығын айтып отырмын. Мәтінді жазып қойдық, прям сразу оқымды нәрсе емес. Бізде CapCut'пен жазсаңыз, о жақта функция бар, текстің ішінде, стиль дегеннің ішінде фон қойып қоюға болады. Вот ақ фонға қарамен жазып қойыңыз. Сонда сразу адам оңай оқып кететіндей. Мен аны көрген жоқпын жаңа басталған кезде видеодан. Мен мына жақта историю жду. История одного заказа. Я до сих пор жду эту историю. Где эта история этого заказа? Қайда? Или соңына дейін солай ма? Это нифига не история заказа. Сіз просто біз видеода жай ғана бомбардировканы жасап отырмыз, болды. Бұл история заказа емес. История заказа жасағыңыз келсе, озвучка жасап, бізге осындай қызықты заказ келді. Осындай жасайын деп еді, қыз ұзату кезінде олар көп ойланыпты, еще осылай жазып жіберіпті. Басқа жерлерде қатты қымбат, біз ештеңке тапқаны жоқпыз. Мен сонда ала кеттім бұл заказды. Себебі оларда былай болып тұрды. Енді ол заказды алғаннан кейін мен ойландым. Деп кетіп история, короче. Вот это история заказа, одного заказа. Мынау история заказа емес, просто жасай салды. Бомбон. 37 мың қаралым жинапсыз, скорее всего, таргет, Так, не бар мына жақта тағы да. Жалпы мен көргем бұндай парақшалар кейде көп қаралым жинап кеткеніне көргемін. Бірақ енді ашылып бұл жерде де айту керек, кішкене адам жетіспейді, сөйлеп жатқан, түсіндіріп жатқан деген сияқты. Бізге де көмектесіңіздерші, кім вот таңдап жүр, бомбардировка өзінің бір тойына таңдап жүр, қандай таңдап жүр, соның жағынан да жақсы пайдалы беріңіздерші. Достар, қыздар, сіздер бомбардировка қандай өзіңіздің тойыңызға іздеп жүрсеңіздер, мен сіздерге қазір бір кеңес беремін. Ең бірінші, мынандай бомбардировка жасамаңыз, себебі ол осылай, ол естелікте қалмайды. Екіншіден, мынандай жасамаңыз, ол осындай болу керек, мынандай болу деген сияқты кеңес беріңіз мысалға. Солай шығып, сөйлеп айтыңыз мына жақта, сол жетіспей тұр кішкене. Так, let's go дальше. Лейкоз дегеніміз, бұл қанның қатерлісігі. Лейкозды түсіну үшін лейкоциттерді түсіну керек. Лейкоциттер гранулоциттерге, агранулоциттерге бөлінеді. Гранулоциттерде мен бір медицинский жаңағы университеттің бір сабағына кіріп кеттім қазір. Мынау деген ұйықтайтын прям контент болып жатыр. Ұйқым келіп кететін контент бұл.
Лейкоцит деген не? Знаете, вот осындай чат GPT өте жақсы көмектеседі. Бір қиын терминдерді жалпақ тілмен түсіндіру. Енді орыс тілінде, хотя бы орыс тілінде сол жақтан да түсініп аударып қоюға да болады енді. Енді тырысасыз ғой жақсы контент жасауға. Вот жазыңызшы чат GPT-ге кіріп жазыңыз. Чат GPT деген не десеңіз, ол жасанды интеллект. Білмесеңіз, парақшамда бар ол туралы. Білмесеңіз, білу керек, керемет нәрсе. Оның да қосымшасы да бар, және жаңағы компьютермен де кіруге болады. Сол жаққа жазасыз. Осындай запрос. Объясни самыми простыми словами, что такое лейкоциты, чтобы самый обычный человек понял, что это такое. Даже дети поняли, что это такое, деп, когда они прочитают этот текст. И не используй сложные медицинские термины деп жазсаңыз болды. Вот солай түсіндіріңізші бізге. Лейкоциты ол локтоцит дейме, не дейді ар жағынан? Агран дегенге жоқ. Вообще не туралы видео? Эозинофилдер, нейтрофилдер. Лейкоз қалай пайда болады? Лейкоз туралы екен. Саяқшалы. Басында айттық па? Лейкоз дегеніміз Мәтінді опять. Мәтінді қойып қойдық көрінбейтін жерге. лейкозды түсіну үшін лейкоциттерді түсіну керек. Лейкоциттер Лейкозды түсіну үшін лейкоциттерді түсіну керек. аграноциттерге бөлінеді. Ну все равно, уже қиын болып жатыр. Дегеніміз ол бала секілді бірінен бірі Ойбай, сабақ болып кетті мына жерде кәдімгідей. Реально университеттің сабағы. кетеді. Осылай олар Жоқ, доктор, врач, ақниет, олай біз түсіндірмейміз. Бұл өте қиын түсіндіру, бұны оңай қабылдамайды адамдар. Өте қиын түсіндіріп жатырсыз. Сіз мықты врачтарға, мен бәріне осы кеңесті айтайын, мықты врачтарларға тіркеліп қойыңызшы. Көріңізші олар қалай ақпаратты жеткізіп жатыр ол жақта. Қалай олар жалпақ тілмен жеткізіп жатыр. Сол жағынан. Просто врачсыз ба? Мына жақта еще жазылмаған доктор Болатбекқызы деп тұр, Ақниет Уласбек деп тұр ғой, сол жерге жазу керек. Врач Ақниет, қандай врачсыз ба? Гинекологсыз ба, педиатрсыз ба, сол жаққа жазып қойыңыз қандай екеніңізді. Потому что білмейді, біреу жазайын десе Ақниет, біз білмейміз. Ақниет қандай дәрігер екенін. Қарапайым нәрселерді де дұрыстау керек қой енді. Понятно. Хеликобактер пилори бұл асқазан қатерлі ісігінің негізгі провокаторы. Асқазанның шырышты қабатының атрофиясына және Короче, Ақниет өте қиын терминдермен барлығын түсіндіріп жатырсыз. Сіз қарапайым нәрселер туралы айтыңызшы, врач болсаңыз. Білмеймін, мен сіз қай саласындағы врач, бірақ мысалы ретінде, егер сізде әрбір кешке үйге келгеннен кейін басыңыз ауырып жатса, оның бір себебі болуы мүмкін. Оның 3 себебі болуы мүмкін, мысалы, олай қорқытып жібереміз, врач ретінде. Олай басыңыз ауырып жүрсе, ол осындай нәрсеге жеткізуі мүмкін. Так что осы ақпаратты мұқият тыңдаңыз. Сізге де бір пайдалы болып болады. Біріншісі, ол осы себеппен болуы мүмкін. Екіншісі, сіздер кейде келесіз, шай іше саласыз да, сосын бас ауырғанын өтіп кетеді деп ойлайсыз. Ол анда-санда болып тұратын, жиі болып тұратын нәрсе болып жатса, оны да шаймен ғана емдемейміз. Например, солай қарай кетеді. Қарапайым нәрселер туралы айтыңызшы. Қарапайым нәрселер туралы. Мынау бір медицинский университеттің парақшасы болып кетті. Былай қарасақ, фотолар күшті, керемет мына жағынан. Вот солай өзіңізді түсіріңізші мына жақта не? іш қатуға алып келетін топ 3 себеп. Окей. Активтілік болмауы, сіз күні бойы жұмыста, сабақта, офисте отырыңыз. Екінші, күні бойы сіз тәуліктік мөлшерде. Жақсы, вот кішкене қарапайым тілде айтып отырмыз. Вот сондай керек. Медицинский терминдерді алып тастаңыз, керек емес. Let's go дальше. Декреттегі емізулі анамын. Жазға дейін қалай диетасыз? Тек алма жемей, детокс жасамай. Мынау эффект не үшін жасалынған? Мынау, достар, әрбір жасаған ісіміздің бір себебі болу керек те. Не үшін мен осылай жасадым деген сияқты. Просто так ештеме ешқашан просто так болмау керек. Жай жасай салдым примерно, күшті ғой деген сияқты болмау керек. Ондай болмау керек. Мына жақта не үшін осындай эффект жасадық? Неге біз осы әдемілеп, скриншот қойдым. Мен, например, скриншотты неге үстіп қойған жоқпыз? Просто қарапайым жасаңыздаршы. Скриншотты қойып қойыңыз, сонда адамдарды оқи алатын болады. Мынау не? Оқылынбайды. Қазір. Анамын. Жазға дейін қалай диетасыз? Өзіңізді блюрды алып тастаңыз, өзіңізді көрсетіңіз, и скриншотты қойып қойыңыз. Бізде сізді де көріп отырайық, және де қандай сізге сұрақ қойды. Соны да көріп отырайық. Детокс жасамай. Таңнан кешке дейін гречка жемей,
сүтім кетіп қалмайтындай, қалай артық салмақ тастасам болады деген хаттар маған. Вот мен жаңа айттым ғой, оқылымды болу керек, ыңғайлы адамдар өте ыңғайлы түрде сіздің ақпаратыңызды қабылдау керек. Мына жерде өте ыңғайсыз болып тұр. Өте көп келеді. Мен Ақерке дұрыс тамақтану бойынша консультантпын. Жақсы. Мына жер қойғаныңыз, дәл осы жерге қойғаныңыз жақсы болды. Басында назар аудартамыз. Мына жерде енді керемет назар аудартып жатырмыз, бірақ болашақта вообще барлықтарыңызға айтайын, назар аудартамыз, сосын кішкене үйсті айтып өтеміз. Мен Елдос сіздерге жаңа парақша дамыту бойынша пайдалы ақпараттармен бөлісемін. И ары қарай біз ашамыз уже біздің тақырыбымызды. Менде емізіп жүріп 18 килограмм артық салмақтан арылдым. Сізге емізіп жүріп дұрыс тамақтану жолдарын үйрету арқылы артық салмақтан құтылуды үйрете аламын. Жақсы. Сонымен қатар артық салмақтан арылып қана қоймайсыз. Жақсы. Сіз өз бизнесіңізді ашып, кем дегенде айына 200 мың табыс табуға. Ойбай, арықтап еще и табысқа шығып кетеміз. Окей. Ол үшін менің жеке тегін консультацияма келіңіз. Все, сатып жердік. Пайдалы ақпараттармен бөлісіңізші. Толығымен айтыңызшы. Не істеу керек сол үшін? Айтыңыз. Қорқасыз ба? Что какой-то 1,5 минут, вот мынандай қорқыныш бар көп адамдарда бар ғой. Мен қорқамын қазір мына рилстарымда сол ақпаратты айтып қойсам, оны біліп қояды да и консультацияға келмей қояды деген сияқты. Сонда сіздің біліміңіз 1,5 минуттың ішіне сыя ала ма? Онда қандай сіз экспертсіз? Сіздің біліміңіз 1,5 минуттың ішіне сыйғызатын болса. Беріңіз ақпарат, беріңіз ақпарат. Дұрыстап ашыңыз мына жерде. Ол үшін былай істеңіз. Қалай сіз жаңағы арықтадыңыз, декреттегеннен кейін, нетеген кейін, соның бәрін бөлісіңіз, көп беріңіз. Мынау сату, просто сату. Былай отырып, әдемі жерде отырып, өзіңізді түсіріп, прическа күшті жасап алып, басында күшті назар аудартып, осылай істей аласыз. Мен де осылай емізгеннен кейін былай болдым, былай неттім, сөйтім. Маған консультацияға жазылыңыз. Ол да дұрыс емес. Өтіп кетеді. Бар ма пайдалы ақпараттар? Тимбилдинг, понятно. Билдинг қалай өткенін Сетевой маркетинг. Все. Сетевой маркетинг туралы көп айтқанмын, мен бірінші выпускта айтқанмын. Келесі. iPhone 13 пен iPhone 14-тің қайсысын аламын деп ойланып жүрген болсаңыз, дәл осы видеоны соңына дейін көріңіз. Назар аударту жағынан жақсы. iPhone 13 па, 14 аламын ба деген сияқты. Бірақ қазіргі кезде актуальны емес уже. Мынау білмеймін қашан салғансыз бұл видеоны. Қазіргі кезде актуальны, әрбір жыл сайын қыркүйек айында жаңа iPhone шығып отырады. Қазіргі кезде актуальны ол iPhone 15-ті алам ба, немесе 16-шы iPhone-ды қазір күтем ба? Мен техноблог, енді кіші пікірім бар, енді білім ожағынан парақшамды дамытқанмын. Солай айтсаңыз дұрыс болады. Қазіргі кезде актуальны не нәрсе? 13-ті алам ба, 14 алам да деп ешкім қатты ойланып жүрген жоқ ол туралы. 15-ті қазір алам ба, или 16-ны күте тұрып сосын алам ба деген сияқты. Сондаймен жүр адамдар. Тұрсаңыздар, iPhone 13 пен iPhone 4-ті ажырату мүмкін емес, екеуінде бірдей процессор, A15 Bionic орнатылған. Оперативный памятқа келетін болса iPhone 13-те 4 ГБ, ал iPhone 4-те 6 ГБ. Екеуінің бір тоже бар ғой, вот, например, қарапайым Айгүл отыр, иә, мысалға, ол білмейді гигабайт, память ішіндегі не, ол не деген сияқты нәрсені білмейді, иә. Сол осы видео көргеннен ол даже ойланып қалса, 13 па, 14 алам ба? Айырмашылығын бізге айтып жатыр. Оның памяти осындай, мынаның памяти мынандай деген сияқты. Біз хотя бы ана не ішіндегі ана память айтып отырсақ, жаңа 128 гигабайт деген сияқты. Ол туралы сосын түсіндіріп жерсек, яғни көп фото, видео түсіріп не аласыз деген сияқты. Сіз осындаймен айналып жүрсеңіз деген сияқты. Тоже ол жақта категория бар ғой адамдардың не үшін iPhone алатын. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең қызығы екеуінің шеқолы бір-біріне сәйкес келе береді. Ал аккумуляторға келетін болса, iPhone 14-ке iPhone 13-ке қарағанда кішкене басымырақ. Практика жүзінде 1 сағатқа дейін. Окей, хотя бы сол жағын айттық, уақыт бойынша 1 сағатқа дейін деп айттық. Әйтпесе миллиампер жасты қойып қойдық, оны да ешкім түсінбейді. 14 шыдайды, бірақ бұл сіз үшін маңызды болмауы тиіс деп ойлаймын. Ал камераларына келетін болсақ, iPhone 14-ке iPhone 13-ке қарағанда үлкенірек. Бұл енді сырт көзге байқалмайды. Микроскоппен дұрыстап тұрып қарасаңыз, iPhone 14-ке үлкен болып көрінеді. Action Mode iPhone. Тұра тұр. Камера туралы айттыңыз. Біз камера туралы айтқан кезде ол қалай түсіреді бізге маңызды. Ол бізге біз внешний туралы айтып жатырмыз ба? Енді внешний туралы айтып жатсаңыз, сіз еще память туралы ішінде туралы айттыңыз ғой. Сол себеппен камераны адамдар сұрап жатқан жоқ, мына жағы үлкен, ананікі кішкентай емес, ол қалай түсіреді маңызды.
13 пен 14 міне қарасаңыз қатты айырмашылығы жоқ деген сияқты. Соны жеткізіңіз. Ана үлкенірек, ал микроскоппен қарасаңыз кішкентайлық болады. Кешірім сұраймын. Сондай. Олай түсіндірмейміз. Ұялы телефонына қондырылған жаңа. Короче, K-Mobile Бейнеу сіздерге кеңес. Жақсылап жаңағы Wylsacomның, сосын тағы да кім бар еді, сондай техноблогтардың видеоларын қарап шығыңыз. Олар қалай дұрыстап керемет түсіндіреді. Солай түсіндіріңіз. Сосын қазіргі кезде қандай нәрселер адамдарға қызықты, 13-14 емес, 15-ті алам ба, немесе 16-ны күте тұрам ба деген сияқты. Қазіргі кезде қандай мәселелерді шешімін бере аламыз, сонда ойланыңыз, окей? Келесі. Так, мен су ішалайыншы, пожалуйста. Менде осындай 1 литрлік тасайдың суы тұрады қасымда. Бұл жарнама емес, если что. Просто кружкамен аз ішесің, ана жаққа бару керек, құю керек, оның қасында тұрады. Жақсы суды күнде іше бересің. Кеңес, суды көбірек ішіңіздер. Так, келесі, let's go дальше. Қазір барлығы Instagram арқылы табыс тауып отыр. Ал көрінбейтін жерге қойдық. Олардың өміріне қызығып отырсың. Егер сен де үйден шықпай-ақ үйде отырып табыс тапқың келсе, онда менің жеке разборым Опять тоже. Просто сатып жібердік болды. Просто алдық та сатып жібердік. Тура мен бірінші выпускта айтқанмын сіздерге. Мен айтқанмын ғой, мен сіздерге айтсам, қазіргі кезде адамдар күштілеп Instagram парақшаларын дамытып жатыр. Солар дамытқанымен көп табысқа шығып жатыр. Сондайды істегіңіз келсе, маған консультацияға келіңіз. Немесе менің курс алыңыз деген сияқты. Ешкім өткізіп жібереді, болды. Өткізіп жібереді. Түсіндірмейсіз ба? Ашпайсыз ба? Storytel жасаңыз. Не үшін оның бәрін істеу керек? Қалай көмек болады? Өзіңізде пайдалы ақпарат беріңіз. Сенде идеяң жоқ болса, мен саған Что? 4 күнге арналған. Сенде идеяң жоқ болса. Басы жоқ аудионың, видеоның. Сенде идеяң жоқ болса, мен Түсінбедім. Немене? саған 14 күнге. Немене? Сенде идеяң жоқ болса. Кесеннен идея жоқ болса. Түсініксіз. Понятно. Так, сіз кімсіз өзі? СММ, наставник экспертов Атырау. Ерке, пожалуйста, көп пайдалы ақпараттармен бөлісіңізші. Күштілеп, әдемлеп. Вот я, СММ маман ретінде менің парақшам мысалға сізге кішкене үлгі ретінде болады. Басқа Ресейдің парақшаларын көріңіз, қалай олар бөліседі, қалай айтады. Сіз СММ мамансыз ғой? Күштілеп жаңағы Storytel болсын. Вот мен әрқашан Storytel туралы айтам, ол да жақсы өтетін нәрсе бар ғой. Storytel болсын. Немесе пайдалы ақпараттармен көп беріңізші. Көп беріңіз, бере беріңіз. Мынандай видео түсіру азайтыңыз. Барлықтарыңыз айтам, осындай 7 секундтық, 10 секундтық жай ғана өзіңізді түсіріп тұрып деген сияқты мәтінді жаза салау. Қойыңыздар ондай нәрселерді. Лучше далада келе жатырсыз ба, дұрыстап тақырыпты алып, сол туралы айтып, сол туралы субтитрін жазып, басы мен аяғы бар, соның барлығын айтып салыңыз осы жерге. Опять барлығы сондай. Қойыңыз, бұл жұмыс емес, бұл парақша жүргізу нәрсе емес ол. Сізде 100 видеоның ішінде 90 видеосы сол 3 секундтық, 5 секундтық мәтін жазып тұрған болса, ол парақша жүргізу деген нәрсе емес. Так, let's go дальше. Айтатсың ба, родной? Құны 1.300.000 болатын. Так, что? Ағай өткендегі конкурс жайлы не болды өзі? Айтатсың ба, родной? Құны 1.300.000 болатын. 70 оқушыға арналған жеңілдіктер мен тегін оқулар сіздер үшін. Жігіттер. Таман төрт болды. Окей, креатив, кішкене қостық. Окей, қызықты. Біз конкурс туралы айтып қайдық. Окей, бірақ. Мәшинеден шығып бара жатқан кезде сол жерден бастау керек еді. Себебі қызықты нәрсе сол жақта басталып жатыр. Сіз жүріп келе жатып, артыңызда біреу төбелесіп жатыр. Сол жерде қызықты нәрсе басталып жатыр. Басында біз өткізіп жібердік мына моментпен, біз ең потолок акция уже бірдеме сатып жатырмыз, сол себеппен бұл қаралым жинамайды. Сол себеппен. Айтатсың ба, родной? Құны 1.300.000. Мына жерден басталу керек еді, точно. Осы видеоның астына 5 досыңызды белгілеңіз. Және үшінші, осы видео
конкурс туралы, иә, окей. Ну, жаңағы айтқандай, басы дұрыс емес. Сол жерден бастау керек еді. өзіңіздің Так, келесі. Атак ары қарай видео креатив кішкене бар, тағы да қосыңыз, тағы да істеп көріңіз, қызықты нәрселер ары қарай түсіре беріңіз. О, не? Окей, видеограф мырза, көп айтатын нәрсе жоқ. Былай түсірмеңіз. Біз телефонда былай ұстаймыз. Осылай түсірмеңіз. Былай түсіріңіз. И видеографтарға, сосын мобилографтарға көп нәрсе айтып тастағанмын уже. Мен күшті рилс шығарғанмын, ол туралы мен айтқанмын. Сіздің мақсатыңыз қазір таңғалдыру. Осы кезде таңғалдыру. Жаңағы кадрлар бізге вау деп тұрған жоқ. Опять 2015-16 жылы солай түсіріп салсаңыз, керемет, вау десе еді. Қазіргі кезде ондай нәрсемен таңғалдырмайды. Сізге таңғалдыру керек видеоларыңызбен, креативпен кішкене қосып. Туториал ғой деймін, иә? Дәл осы видеоны қалай жасайтынын қазір көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, өзіңіз сақтап ал. Так, ең біріншісі, сразу, иә? Ақпарат қабылдау бойынша. Неге мына видео, да елки-палки. Неге мына видео мына жерде кішкентай қылып қойдық, иә? Адамдар естіп көру үшін, иә? Естіп не болып жатыр деген сияқты, иә? А бізде адамдар олай көрмейді, сол себеппен өткізіп жібереді. А біз өзіміз мына жақта, ойбай, бүкіл экранға қойып қойдық. Наоборот болу керек. Наоборот. Өзіміз ана жақта вообще көрінбей тұру керекпіз, мына жағында. Ана жігіт бар ғой, ағылшынша көрсетеді, неше түрлі естіп тұрады да. Деп тұрады ғой, примерно видеоның мына жағында тұрады да, естіп тұрады да. Дейді ғой. Солай оның видеосында мына жерінде тұрады. Жаңағы туториал жасайтын. И жазып қою керек мына жерде не болып жатқанын. Туториал деп бір сөзді просто жазып қойыңыз и все. Өзіңізді артаман қойып, мына жерге былай шығарыңыз. Жаңағы туториал жасайтын видеоны. Қалғанын чекан. Оны масканы Окей. ұнаған шаблон таңдап, оны жол белгісінің ішіне сыйдырып қоямыз. Видеоны жоғары сапада сақтаймыз. Жақсы. Қалғанын барлығы жақсы. Так, өте аз видео түсіріңіз, тағы да 100 видео түсіріп тастаңыз, сосын бір нәтижеге келесі. Хорошая находка от Атоми. Омега растительная, халал, вегетарианская. В баночке 120 капсул, по 2 капсулки в день, и вам хватает на 2 месяца. Помогает улучшить кровообращение, обмен веществ, здоровье глаз, питает и поддерживает сердце, очищает сосуды, давая... Так, сіз дыбыс осы жақтағы дауысыңызбен ерніңіздің айтып жатқан сәйкес болмай жатыр, сол себеппен кажется сіз озвучка жасадыңыз, бірінші түсіріп алдыңыз, сосын үстінен озвучка жасадыңыз ғой деймін. Сразу бұндай мәселені шешіп тастаңыз, микрофон алыңыз, қарапайым, там 5-6 мың теңгелік жаңағы шнуры бар микрофонды алыңыз, қойыңыз, сонда сразу сапаңыз да дұрыс болады бұл жерде. Сосын немен біз қалай назар аудартып жатырмыз? Находка от Атоми. Омега растительная, халал. Бұл назар аудартатын нәрсе емес. Біз сразу өнімді көрсетіп сатып жатырмыз. Ол қаралым жинамайды, себебі адамдар сразу көріп тұрып бірдеме сатып жатсыз, бірдеме нетіп жатсыз деген сияқты. Сізде қай жерде басталу керек, мен айтам қазір. Вот мына жерден орысша айта салайыншы, вот здесь вы сказали, улучшает кровообращение, улучшает обмен веществ, и третье, помогает здоровью глаз. Вот нужно было с этого начинать. И то, вот эти 3 вещи, это какой-то вот, может, это какая-то болезнь в начале, тоже вот, если как эксперт в сфере БАДов, да, каких-либо, нужно немножко напугать, может быть, аудиторию. Есть такое вещество, вы знаете, оно помогает вот это. Для меня это было такой находкой. После этого, как я принимал это вещество, у меня такое вот легкое какое-то вот, не знаю, осознание было. Я так себя чувствовала прекрасно. Я вот начала еще посмотрела, там анализы раньше были вот такие, сейчас смотрю, у меня там по здоровью глаз и вот так вот вышло, и вот так вот вышло. И в самом в конце біз ең соңында айта аламыз ол қандай өнім екенімізді. Жай ғана сразу өнім шығарып айту деген сияқты ол дұрыс емес. Бірақ опять кім барлықтарыңыз айта кетейін, түсіріп жатырсыз, бастап жатырсыз, керемет, молодцы. Опять сіздерге керемет, жақсы, сіздер мықтысыздар, себебі басқалар әлі де түсірмей жатыр, ұялып жатыр, а сіздер бастап түсіріп жатсыздар. Ол жағынан молодцы. Мен осы нәрсені айтайын деп ұмытып қала беремін, себебі сіздер ойлайсыздар, енді мынаның бәрін көргеннен кейін сосын өйстіп
блин, мен быт жаман жасадым, все, нетпеймін деген сияқты өшіп қалмаңыздаршы, пожалуйста, иә. Мен айтып жатқан нәрселерді ойланып кішкене басқаша ретінде көріңіз. Сосын опять кеңес, қарапайым кеңес. Мықты парақшалар табыңыздар өзіңіздің салаңыздағы. Олар қалай түсіндіріп жатыр, солар сияқты түсіндіріңіздер. Бірақ слово в слово ол жақта алмаймыз, әрбір үтірге дейін кішкене өзгертіп салып көреміз ол жерде. Солай, короче. Так, дальше кеттік. Бүгін мен сіздерді біздің компаниямыздың мінекей осындай кірпікке арналған тушпен таныстырғым келіп отыр, қараңыздар. Осындай кисточкада болады. Байқап тұрсаңыздар, мен уже бір көзімді, кірпігімді бояп алдым. Себебі камерада көрсетуге ыңғайсыз болды. Мінекей осындай бір көтергеннен осындай объем беріп тұрады сізге, және де бұл ешқандай аллергический реакция тудырмайды, зиянын келтірмейді, керісінше сіздің кірпігіңіздің өсуіне, қайта қалпына келуіне көмектесетін болады. Бүгін мен сіздерді біздің компаниямыздың мінекей осы Қайда басталып кетті? кірпікке арналған Стоп. керісінше сіздің кірпігіңіздің өсуіне, қайта қалпына келуіне көмектесетін болады. Бүгін мен сіздерді біздің Жұлдызай, не бұл? Сіздің видеоңыз екінші рет ішінде басталып жатыр. Как будто CapCut'тың ішінде бізде видео болды, и копировать етіп тағы да сала салайықшы. компаниямыздың мінекей осындай кірпікке Не себеппен олай жасадыңыз? тушпен таныстырғым келіп отыр. Және де бұл ешқандай аллергический реакция тудырмайды. Бір нәрсені екі рет салып жібердік. Не себеппен? Керісінше сіздің кірпігіңіздің өсуіне, қайта қалпына келуіне көмектесетін болады. Иә, точно. Екі рет. Бір видеоның ішінде екі видео тұр. Бірдей тұр. Зачем? Енді түсіндірмей қояйын, неге олай істемейміз? Енді, иә, ол жағынан айтпай қояйын. Неге олай істедік? Жұлдызай, жақсы түсіндіріп жатырсыз, иә? Опять еще один сетевой маркетинг, да, кажется, NL деген, да? Ну, все равно, сіз хотя бы просто айтып жатқан жоқсыз, там, өнім туралы айтып жатырсыз. Енді өнім туралы айтып жатсаңыз да дұрыстап көрсету керек. Ана жақта жақын көрсетсеңіз, дәл көзіңіздей жаңа айырмашылығы, немен ол жақсы, именно мына туш. Неге мен L'Oreal'дан алмаймын? Мен емес енді, иә, қыздар, неге L'Oreal'дан алмайды или какой-то Шварцкопфтан неге алмайды? Неге осыны алу керек деген сияқты. Тоже жеткізсек жақсы болар еді. Бірақ біз екі видеоны бір видеоға салып тастадық. Басқа видеолар солай ма? Так. Сосын қараңыз, мен қазір тыңдап отырмын, ең қатты громкостьке қойдым. Мен қазір адамдар былай көреді. Звук жағынан дұрыстаңыз, және неге жылдамдатып жатырсыз? Болай жаңағы сіз скорее всего сөйлеп болдыңыз, сосын CapCut'қа салып, жаңағы скорость дегенді өзгерттіңіз. Олай өзгертпеңіз, олай өзгеріс жасамаңыз. Просто келесі рет бір видео түсіріп алдыңыз ба? Так, что-то мен ұзақ сөйлеп жатырмын, келесі рет тезірек сөйлеуге тырысайын. Все, өзіңіз кішкене жылдам сөйлеуге тырысыңыз. А былай скоростьпен ете салмаңыз, ол дұрыс емес. А так, жақсы, керемет ақпарат беріп жатырсыз, жалпы. Так, понятно. Келесі. Саяхатқа баруды жоспарлап жүрсіз бе? Жоспарлап жүрмін. Тілін үйренуді ұмытпаңыз. Қазақстандықтар қазір шетелге көп шығып жатыр. Шетелде жүргенде ағылшын тілін білген сіздің уақытыңызды үнемдейді. Сізге сенімділік береді. Сол үшін саяхатыңызды бронь жасап қойсаңыз, енді тілді үйреніп алыңыз. Толық ақпарат білу үшін комментарийға плюс қалдыра кет. Қараңыз, бұл енді Минайым, атыңыз өте әдемі екен. Минайым. Так, кім біз? Ағылшын тілі. Окей. Сіз өте очевидный нәрсені видеода айтып отырсыз. Шетелге шыққан кезде сізге енді оңай болады деген сияқты, иә? Оны бүкіл Қазақстандағы әрбір адам біледі, что мен ағылшын білсем, шетелге шықсам сөйлесе алатын боламын. То есть оңайырақ болады деген сияқты нәрсені. Әрбір адам біледі. Бұл тақырыпты жеткізгіңіз келсе, онда бір усложненный ішіндегі нәрсені айту керек бар ғой. Вот неге мен ағылшын тілін үйреніп тұрып шетелге шыққаныма өте қуанып отырмын. Себебі бір ситуация болды. Мен ашаққа барғаннан кейін осылай нәрсені бір иностранецтен сұрайын деп едім, сол жақта жоғалып қалдым да, өз-өзім таба алмай қалдым да, нетіп қалдым да, сөйтіп қалдым да, енді телефонымыз бар ғой, бірақ мысалы сол жерде жоғалып қалдым да, нетіп қалдым да, сөйтіп қалдым да, сол себеппен ағылшынды білгендіктен сол жерден осылай шықтым деген сияқты. Хотя бы солай қызықты қылып, а так просто вода мокрая деген сияқты бұл нәрсе болып отыр. Воздух, он у нас есть деген сияқты нәрсе болып отыр да, бұл жақта. Өте қарапайым нәрсе. Кішкене үйрететін нәрселер бар ма? Сәлем, ағылшын тілінде оңай сұрақ қоюды үйренеміз. Кеттік. Осы
өткен шақта дед келеді. Но опять жай ғана қарапайым сөздерді үйрету қазіргі кезде назар аударта алмаймыз, көп қаралым болмайды. Мен бірінші выпускта ағылшын бойынша айтқаным, сол жақта тағы бір рет қарап жеріңіз бірінші выпускта. Вот, келесі. Кеттік. Так, арайлым. Адамдарда суперспособность жоқ. 1 секундтың ішінде мәтінді сразу оқып кету. Ну, хотя бы, білмеймін, халықтың 90%-ында, 10%-ында шындаған, например, тез жаңағы мәтінді оқып кететін шығар. Мен қарапайым аудиториямын, қарапайым кісімін. Мен үлгерген жоқпын басында не деп айтылғанын оқып. Сол себеппен біз... Да елки-палки, я не успел. Хочу тоже учиться за границей, но мне уже 32. Стоит ли подаваться? Конечно. Одна заявка на магистратуру «Новая жизнь». Поступишь на грант в Англию. Нет, я не успеваю читать. Сіз, мына, былай істеңізші хотя бы бар ғой. Қасыңызда досыңыз бар ма, күйеуіңіз бар ма, сестренкаңыз кім бар? Видеоны жасап болғаннан кейін көрсетіңіз соған, сен мынаны үлгіресің бе оқып деген сияқты. Үлгірмей жатса, значит, дұрыстау керек. Значит, нормально мәтінді жазу керек ана жерде. А лучше мынаның барлығына озвучка жасаңызшы. Үлгірмей жатырмыз біз оқып. Осыны дұрыстаңыз. Америка, Англия, Европа, гранты, болашақ. Опять сіздерге қарапайым нәрсе айтайын. Вот сол жақта оқып жатыр, қандай плюстар бар, минустар бар. Неге Қазақстанда оқымай сол жаққа бару керек деген сияқты. Соның барлығын нету керек. Грант кім работала в центре болашақ? Керемет. Значит, сізде көп біліміңіз бар болашақ бойынша. Плюстар, минустар қандай, соның барлығын ашып айтыңыз. Келесі. Өткенде заказ берген орындық қой, ә? Күшті екен, ә? Әдемі екен. Түсіріп жатыр екенсің ғой. Алма? Иә, түсіріп жатырмыз. Сіздар ма, құрметті есті оқырмандар. Біздің салонға келген жаңа топтама. Окей, сөйлеп жатқаныңыз ұнайды, күшті не бар ғой, өзіңізде күшті эпатажны көрініп тұрсыз, керемет о жағынан. Сосын робот сияқты сөйлеп жатқан жоқпыз. Күшті бір кәдімгідей адаммен сөйлесіп жатқан сияқты. Көп адамдар осындай нәрсеге жете алмай жүр. О жағынан супер керемет. Бірақ назарын кішкене қатты аудартқан жоқпыз. Басындағы айтылған нәрсемен кішкене ұзақ болып кетті. Жаңа топтама Прада топтамасы. Осы топтамаға обзор жасаймыз. Хорошо. Прада топтамасы столдан және 10 орындықтан тұрады. Столдың размері ұзындығы 2,70, ені 1,10. Столға обзор жасайтын болсақ, аяғына назар аударыңыздар. Ерекшелігі... Жақсы, короче, обзор жасап жатырмыз, иә, бұл жерде. Жаңа айтқандай, маған ұнайды, қалай сөйлеп жатырсыз, қалай айтып жатырсыз, душевно, кішкене былай нетіп жатырсыз, ол жағынан керемет. Прикол қосу керек па бұл жерге, ойластыру керек кішкене, қарапайым болмау керек та, просто обзор болмау керек бұл жерде. Бірдеме приколдар қосып нетіп сценка жасау керек па деген сияқты. Сондай да қосып көру керек бірдеме бұл жерде. Ойлану керек сценарий бойынша бұл жерде. Просто так обзор жасау, қаралым жинайды. Қанша жинадым? 1860. Қалған видеолар сондай ма? Қайырлы күн, құрметті есті оқырман. Күшті. Креатив кішкене қосылып жатыр, не айнаға қарап нетіп жатырмыз. Біздің LM және LM премиум дүкені Таукихан көшесі 149. Просто адресті айттық, окей. Саламатсыздар ма, құрметті есті оқырмандар? Міне біздің көптен күткен бурамыз келді. Мына Хамза берді. Номер көріксіз. Иә, мұны номер. Окей, так. Құрметті есті оқырмандар, біздің дүкенге келген тағы бір... Ну, жалпы жақсы видеоларыңыз, жалпы жақсы сапалы видеоларыңыз. Просто бұл жерге кішкене креатив болсын ба, бір қызықты ситуация болсын ба, бірдеме қосу керек бұл жерге бар ғой, сценарийді кішкене ойластыру керек. Қазір мен бірден айта алмаймын, бұны ойластыру үшін ұзақ уақыт керек, ойлану керек. Бірақ бір изюминка қосу керек па ғой бұл жерде. Жай ғана просто так... Стоп! Бізде қаралым саны сәйкес болмай тұр біздің оқырман санымызбен. Скорее всего, гифке қатысқан шығарсыз, мүмкін. Мен қазір көп қаралым жинаған видеолар тексеріп жатырмын да. Қайырлы күн. Таргетке жіберілген ғой деймін. Короче, қарапайым нәрсе.
негізі жақсы видеолар қаралым жинау керек. 23 мың оқырман қалай жинадыңыз, гиф анау мынау деген нәрселер болып жатса, жаңа парақша бастаңыз. Все. Ол туралы айтқанмын еще. Бөліп берсем бола ма? 1000 теңге. Бүтін бірден беруім керек па? Бөліп берейінші. 1000 теңгені бір берейін. Жарайды, кішкене ойын сауық ретінде жасалынған личный бренд, креатор. Білмеймін анаған енді қалай мен, қандай разбор жасаймын мен анаған. Күшті, окей, қызықты. Бұл просто андай видеода біз 10 эксперттік видео салып тастап, бізде 11-ші, 12-ші видео просто так арасында өйтіп салып көрейік. Мысал салайық просто. Тұрып қаралым жинап кетеді деген сияқты бұл контент. Сондай контент. Өтіп кетсе керемет деген сияқты. Бұндай көреді. Өтіп кетсе керемет, өтпей қалса, не очень онда. Так. Саунд дизайн. Бұл сенің видеоңдағы ең керек. Вот осылай сөйлеңіз. Осылай сөйлеп, ары қарай жалғастыра беріңіз. Өте аз салыпсыз видео. Кешірім сұраймын. Тағы да 20-30 видео салып тастаңыз. Тағы да 100 видео салыңыз. Келесі. Так, что там уақыт? 50 минут болды, тағы 10 минутымыз бар. 1 сағаттан болсын енді. Мына жерге дейін жеттік біз. Қазақстанда неге кәрі қыздар көп? Мен Динара Өтепберген, психолог. Қазақстанда неге кәрі қыздар өте көп? В принципе, назар аудартатын нәрсе. Қазір Қазақстанда 25-тен асқан қыздардың барлығы кәрі қыз болып есептеледі. Ал шетелде болса 25-те адамдар неге 25-тен бастап кәрі болып есептеледі? Мен 34-те сонда вообще совсем кәрімін ба сонда? Енді қыздарға айтып отырсыз ғой енді. Бітіріп жұмыстарына кірісіп өмір сүріп бастайды. Бұрынғы біздің ата-анамыздың уақытында шетел метел деген нәрсе болған жоқ. Олар деген сол бір Қазақстанның ішінде, көрші ауылда, өздерінің ауылдарында бір-бірлеріне үйленіп, солар отбасы құра беретін. Бірақ қазіргі уақытта 21-ші ғасыр. Динара, өзіңізді кішкене жақын қою керек қой деймін. Мына жақта бізде опять жартысы керексіз болып тұрған сияқты. Міне, керек жері мына жақта тұрған. Жартысы жоқ. Өзіңізді көтереміз мына жаққа, субтитрі дұрыстап қоямыз. Мына жер Динара Өтерберген деген керек емес мына Инстаграм. Қорқсаңыз, что сіздің видеоңызды алып қояды дегеніңіз, ондай қорқынышты алып тастаңыз. Керек емес ол нәрсе. Мына Динара Өтерберген, міне, мына жерге короче, ана жерде де жазылып тұр. Керек емес оны жазып. Просто субтитрі қойсаңыз, сосын не жетіспейді. Кадрлар қосыңызшы кішкене. Тек өзіңіз айтып тұрмайсыз. Не туралы айтып тұрсыз, соған ұқсас бір кадрлар қосыңыз бұл жерге. Жаңағы вот үстіндегі сияқты кадрларды бірақ үстінен қосыңыз. Окей, бұл нәрсені түсіну үшін не туралы айтып жатыр, ұзақ талдау керек бұл жерде. Мен ол талдауды қазір мына жерде жасамаймын. Мен в общем айтып жіберейін кішкене болды. В принципе, проблема жоқ. Бірақ көп қаралым жинайтын видеолар ол көп адамдардың бар мәселе туралы айту деген сияқты. Негізі кейбір видеолар қаралым жинау керек. Мүмкін парақшада мәселе бар шығар. Нәрсені бастаймын да соңына дейін жеткізбей тастаймын деген нәрсе кімге таныс? Ол нәрсе. Жақсы сөйлеп айтып жатырсыз. TikTokқа да салыңыз бұл видеоларыңызды. Жалпы мүмкін мына парақша ұзақ уақытта тастап кеткен, сосын бірақша жүрген шығарсыз. Қаралым жинау керек негізі мынандай видеолар. Так, келесі. Вот зачем ана эффекттер? Кажется, мынау TikToktан алған шаблон ғой деймін. Керексіз, өте керексіз бізде эффекттер мынау істеп. Жалжы балаңыз ойнап отырып дамиды ма? Все, сұрақ қойдық. Мен мынандай видеолар туралы көп нәрсе жаңа айтқанмын. Бірінші выпускта да айтқанмын осы туралы. Коррекционный центр для детей. Вот қалай көмектестіңіз, қандай өзгерістер болды? Сол туралы жазыңызшы, көрсетіңізші. Сол туралы қандай нәтиже болды деген сияқты. Сол туралы көрсетіңіз. Жаңағы просто видео мынаны, қалай мен разбор жасаймын? Мұндай видео жасамаңыз. Сөйлеңіз, шығыңыз, айтыңыз. Врачтарыңыз ба, кім сол жақта бар? Қандай эксперттер бар? Сөйлеп жеткізсін адамдарға, ақпарат беріңіз.
Не мынау? Что это такое? Не мынау? Сіз мобилографсыз ба? Танат Кемелхан ресторатор, бизнес, коуч, мотиватор. Танат мырза. Неге ондай видео жіберіп отырсыз маған? Сізде ондай... Вот қараңызшы. Мына видеодан кім айтады? Сіз коуч, мотиватор, танаттан үйрену керек еді, туф деген сияқты. Не мынау? Не нәрсе мынау? Мен, Танат мырза, не ойладыңыз осындай видео салған кезде, сіз маған разборға жіберген кезде, мен не айтам бұл туралы? Так, пляжда күшті отырсыз, келесі рет пляжда отырған кезде сол жағынан отырыңыз, жатқан кезде былай жатқаныңыз кепканы шешіп қойыңыз, шашыңыз көріп тұру керек, очкиңізді шешіп қойыңыз, сіздің көзіңізді көріп тұру керек деген сияқты разбор жасау керек мына жерде. Не видео мынау? Эксперттік видео бар ма? Бірдеме сөйлеп түсіндіріп жатқан? Не? Мынау 5 минуттық видео. Танат мырза, бар ғой? Нет, ё-моё. Нет, Танат мырза, сіз модель емессіз ғой. Мен мына жақта жазып қойған жоқсыз ғой, модель. Модель емессіз ғой, сіз ресторатор, бизнес, коуч, мотиватор, елки-палки, ресторан туралы айтыңыз. Қандай ресторан ашу керек, ресторан ашқан кезде қандай қателіктер болады, болмайды. Сол туралы айтыңыз. Мынау не, что это такое? Мына жақта не бар? Барлығы сондай, елки-палки. Танат мырза, как будто сізде бар ғой? 24 мың оқырман еще бар. Тоже кажется, гифтен жиналған ба? Не знаю, Танат мырза, елки-палки, что это такое вообще? Танат мырза, дұрыстап ойланыңыз. Сіздің парақшаңызда мен не салып отырмын, и адамдар соны көргеннен олар не ойлайды, и оларда не оянады олардың ішінде. Сол туралы кішкене дұрыстап ойланыңыз. Сіз модель емессіз сіз. Модель жағынан керемет, күшті видеоларыңыз, модель деп жазып қойсаңыз, окей, жалғастыра беріңіз ондай нәрсені. Бірақ сіз ресторатор, бизнес, коучсыз ғой. Не нәрсе мынау? Не видео түсіріп жатырсыз? Сіз мықты коучтарға тіркелген шығарсыз, олар сөйтіп жүре ме пляжда? Истеп жүре ме? Жоқ. Олар жүрмейді, олар қақсап бірдеме айтып жатады, былай істеңіз, осылай істеңіз деген сияқты нәрселерді. Совсем сәйкес емес парақшаға. Так, что там, 56 минут, давайте соңғы видео болсын, сосын келесі выпускқа уже өте беремін. Соңғы видео осындай болсын дегенді. Что это такое? А? Не мынау? Блин, достар. Вот, а еще и СММ. Люблю путешествовать, посетила. Арайлым, парақшаңыздың мақсаты бар ма вообще? Вообще бар ма парақшаның мақсаты? Қандай? СММ деп қойдық. И анандай видео түсіріп жатырмыз. Кім келет сізге? Кім сізге келет? Мына видеодан көріп адамдар айтпайды. Блин, қандай видео жасады? Арайлымға жазу керек. Срочно жазу керек. Біздің парақшамызды жүргізу керек. Все, тастау керек ана команданы, бүкіл ана СММ агентство целый алып едік біз 1 миллион теңгеге. Все, Арайлымға жүгіру керек деген нәрсе болмайды ғой. Не нәрсе анау? Арайлым, блин, я не знаю, мен білмеймін, мынандай видео жіберген кезде шын айтам, түсінбеймін. Мен уақытымды бөліп жатырмын. Вот мен оправдать етіп жатқан жоқ, бұл жерде уақытымды бөліп сіздерге көмектескім келеді. Бірақ мынандай парақша көрген кезде мен ойлаймын, что мынау просто так жай білмеймін, салайын деген, просто осындай эффект болсын, адамдар көрсін, мен осындай эффект жасай аламын, күшті осылай деп айта алады деген сияқты, мен солай істей аламын деген сияқты нәрсе болды. Солай көріп тұрмын мен, как будто қатты көп разбор жасамай қояйын мынаған енді. Просто не знаю, сөз жоқ менде, сөз жоқ мынандай видеоларға. Вот, күшті. Научились пользоваться ана кэпкаттың ішіндегі наложение, эффектілермен соның бәрін просто салып жатырмыз. Бір-бірден өйстіп салып жатырмыз. Мынау парақша жүргізу емес мынау. Мынау парақша жүргізу. Я не знаю, вообще. Білмеймін. Мақсатыңыз жоқ шығар. Вообще мақсатыңыз жоқ шығар, мына парақшаға қарасам. Мақсатыңыз болса, парақша жүргізгім келеді. СММ маман ретінде, мен СММщикпін, мен клиент әкелгім келеді деген сияқты нәрсе жоқ сізде. Жоқ. Просто так салып көрейін. А еще я путешествовать люблю.
сондай сала салайын, кішкене путешествие жүргенін көрсін деген сияқты. Вот как будто солай жүргізіп жатсыз. Сіз өзіңіз білесіз ғой, сіз точно білесіз ғой, арайлым, что СММ деп тұр, бір жерден, наверное, оқыдыңыз СММ деген нәрсені. Бір жерден, наверное, оқыдыңыз. Сіз білесіз ғой, что бұндай видеолар салынбайды ғой, бұндай видео ну неге бұндай видео саласыздар. Короче, көрермендер кім көріп отыр, наверное, өзіңізде түсіп отырсыздар, мына жақта қандай қателік бар екен. Так, достар, рахмет. Келесі выпусқты бастайық. Мен перерыв алып алайын. Келесі выпусқты түсіре берейін. Осы жерге дейін жетсеңіз, комментарийға да жаза салыңыз. Рахмет.